Пайғамбарымызға пайғамбарлық берілген 12-ші жылы Медине қаласынан Мекке қаласына 12 адам келеді. Бұлардың 10-ы Хазраж руынан, 2-і Әус руынан. Минаға жақын жердегі Ақаба деген елді мекенде пайғамбарымызға кездесіп, сол жерде пайғамбарымызға серт береді, пайғамбарымызға сөз береді. Бұл берген сөздерінің астарында, ішінде балаларды өлтірмеу, нақақтан қан төкпеу, зина жасамау, Аллаға және Алланың Расулына адал болу жөнінде сөздер, серттер бар болатын. Осы 12 адам ислам дінін қабылдап, пайғамбарымызға сөз бергеннен кейін артта қалған Медине қаласына пайғамбарымыздан мұғалім сұрайды, ұстаз сұрайды. Пайғамбарымыз ғалым, жас, әдепті, шешен сахаба Мұсғаб ибн Умайрды осы 12 адаммен бірге Медине қаласына ұстаздыққа жібереді. Бұлар келесі жылы қайтадан кездесуге пайғамбарымызбен уағдаласады. Пайғамбарымызға пайғамбарлық берілген 13-ші жылы Медине қаласына барған 12 адам бар, және пайғамбарымыздың Медине қаласына жіберген ардақты ұстазы Мұсғаб ибн Умайр бар. Осылардың әр отбасына, әр үйге барып, ислам дінін үгіттеп, қасиетті Құран кәрімді түсіндіріп, пайғамбарымыздың хақ пайғамбар екендігін жеткізуі Медине қаласында ислам дінінің көптеп тарауына себепші болады. Осы пайғамбарымызға пайғамбарлық берілген 13-ші жылы Мекке қаласына қайтадан Медине қаласынан ислам дінін қабылдағысы келген, пайғамбарымызды көргісі келген сахабалар келеді. Бұлардың саны 73 болған. 62-сі Хазраж руынан, 11-і Әус руынан. Бұлардың ішінде 2 әйел болды. Бұлар да Мина жазығына жақын жердегі Ақаба деген жерде түнде пайғамбарымызбен кездеседі, пайғамбарымызға сөз береді, Аллаға және Алланың Расуліне адал болатындығын айтады, қан төкпейтіндігін айтады, зина жасамайтындығын айтады, және адам өлтірмейтіндігін айтып, пайғамбарымызға сөз берген. Міне, осы бірінші және екінші Ақаба келісімі ислам тарихында ислам дінінің жандануына, соның ішінде Медине қаласына ислам дінінің таралуына өте үлкен үлес қосқан. Медине қаласындағы ансар сахабаларының саны көбеюіне, ислам дінінің тек қана осы Хижаз түбегінде емес, басқа да жерлерге, басқа да ұзақ алыс елді мекендерге таралуына осы бірінші және екінші Ақаба келісімінің беретін, қосқан үлесі көп болған екен.